Баршаңызға сәлем. Бүгін жасайтынымыз меренговый рулет. Ол үшін ең алдымен ыдыстарымызды дайындаймыз. Ыдыстарымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Әйтпесе меренгі шықпай қалады. Және де ақуыз бен сарыуызды бөлгенде 2 ыдыс қойып қойдым. 3 ыдыс демсем болады. Біреу ақуызға, екіншісі сарыуызға, үшіншісі жұмыс жасайтын ыдысымыз, үлкен ыдыс. Видеода көрсетілгендей, әр жұмыртқаны бөлек-бөлек, ақуызын бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Ақуыз бен сарыуызды бөліп болғаннан кейін, 1 түйір тұз, одан кейін 1 түйір лимон қышқылын салам. Салып болғаннан кейін миксермен араластырамыз. Ақуызымыз кішкене көпіргеннен кейін қант пудрасын біртіндеп саламыз. Қант пудрасын бірден бәрін салып жүрмеңіздер. Ақуыз өзі жеңіл болғандықтан оны көтере алмай қалуы мүмкін. Одан кейін крахмал саламыз, біраз қасық. Бәрін араластырамыз миксермен. Меренганы енді біржолата араластырамыз, осындай консистенция болу керек. Пештің табасына пергамент қағазын қойып, үстіне дайын меренгамызды жаямыз. Меренганы жайғанда біркелкі жайыңыздар. Бір жағы жұқа болып қалса, сол жағы жарылып, қағазға жабысып қалуы мүмкін. Менікіндей. Оны қазір видеоның соңында көресіздер. Енді бұны пеште 140 градуста 30 минут пісіреміз. Піскен меренгамызды екінші қағазға решетканы қойып аударамыз. Пісірген жақ қағазын алып тастаймыз. Содан кейін меренге суып тұру керек. Меренге суып болғанша енді кремін жасаймыз. Кремін жасау үшін бізге керек асты қалың ыдыс керек. Оған қаймақ, крахмал және қант пудрасын саламыз. Одан кейін жаңа қалған 2 сарыуызымызды саламыз. Бәрін араластырып, пешке қоямыз, орташа отта. Араластырып тұру керек, міндетті түрде астық жабысып қалмасын. Осындай қою болу керек. Қойылғаннан кейін пештен алып тастаймыз. Сары майымызды саламыз. Одан кейін креміміз суып тұру керек. Видеода көргеніңіздей шеті жаңағы жұқа жері жабысып қалған қағазға креміміз үстіне саламыз да меренгенің бәрін жаямыз. Одан кейін ораймыз. Орап болғаннан кейін тоңазытқышқа шамамен 1 сағатқа қоямыз. Сіңіп тұру үшін. Сіңіп болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңызбен әшекелеуге болады. Мен жаңа қалған креммен және құлпынаймен әшекеледім. Осы меренгі рулетті істеп көруге сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді, дәмі сондай керемет, ауза еритін десерт. Бәріңізге рахмет. Шайларыңыз дәмді болсын.